Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз қысқа дайындық компот жасаймыз. Бізге қажет шие және алма. Алдымен банкамызды осылай булап аламыз. Крышкаларымызды, қақпақтарымыз 4-5 минут көлемінде қайнатамыз. Енді мен алмаларды осылай бөлшектерге бөліп, ортасындағы ұрығын алып, бөлшектерге бөліп салдым. Кейбір алмалардың ішінде құрты болады, сондықтан осылай жасаған ұнайды өзіме. Қалауларыңызға қарай бөлшектеп салсаңыздар да болады алманы, әйтпесе домалақ күйінше де бүтіндей салсаңыздар да болады, қалауларыңызға қарай. Осылай ашып дайындап аламыз. Дайын болған банкаларымызға шиемізді салып шығамыз. Мен әр банкаға 3 уыс көлемінде шие салдым. Қалауларыңызға қарай шие, алма, сары өрік қосып жасасаңыздар болады, қар өрік салсаңыздар болады. Мен осындай алма мен шиеден жасадым. Енді алмаларды саламыз. Мен жылда осылай жасаймын. Отбасыма, балаларыма өте қатты ұнайды. Ал сіз компотты қалай жасайсыз? Комментарияға жаза кетіңіз. Қайнап тұрған суды банкаларымызға құйып шығамыз. Бетін жауып 15 минутқа қойып қоямыз. 15 минуттан соң суын кастрөлге қайта құямыз. Кастрөлді отқа қоямыз. Менде 2 литрлік банка болғандықтан 2 литрге 200 грамнан қант саламыз. Егер сізде 3 литрлік банка болса, 300 грамм қант саласыз. Қантын салып, осылай дайындап қоямыз. Кастрөлді жақсылап қайнатамыз суымызды. Қайнап тұрған суды енді банкаларымызға құйып, бетін жабамыз. Өте оңай, әрі тез дайындалады. Қараңыздаршы, түсі қандай керемет болып шықты. Сіздер де үй жағдайында осылай дайындап көріңіздер, жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Крышкасын жабамыз. Менде жолдасым көмектесті. Неке бізде дайын. Енді банкамызды осылай домалатып, қантын біраз ертеміз. Енді банкаларымызды төңкеріп, үстіне қалың мата, әйтпесе көрпені осылай жауып қоямыз. 3-4 күнге қалдырамыз. Қысқа осылай сақтаймыз. Мінекей біздің компоттарымыз дайын, өте оңай дайындалады. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Лайк басуды ұмытпаңыздар.